Әсем, күтпе тойдым. Барлығына нүкте қойдым. Бүгін Әсем қызымыз Instagram желісіндегі парақшасында Ақтөремен жұптық қарым-қатынасының тоқтағанын, Ақтөреден шаршағанын, Ақтөреге деген махаббатының құрбаны болғанын, бәріне нүкте қойғанын айтып күтпеген мәлімдеме жасады. Әсем көзіне жас алып Ақтөремен қарым-қатынасы туралы сторис арқылы нақты нүктесін қойып тастады. Әсем, осы сөздермен бәрі түсінікті деп ойлаймын. Құдай қайырлы етсе қайта бірге көресіздер. Әзірше бізде бәрі тоқтады. Мен әзірге уақытша бәрін қойып, жүрегімнің есігін құлыптадым. Азақ уақыт болса да таныстыққа. Шаршаттың ау. Жүрмесем болмас сенен алшақмын ау. Өзімді танып алмай тентек басым. Сүйем деп шартарапқа жарсаппын ау. Күтпе тойдым. Түбіне иіне бердім түптеп ойдың. Құрбаны болмау үшін махаббаттың. Мен бүгін барлығына нүкте қойдым. Иә, мен бүгін барлығына нүкте қойдым деген Әсемнің жазбасын есту көрермендер және қолдаушылар үшін ауыр әрине. Бірақ бір жылға сағызша созылған Ақтөренің тойын емес, бойын көрді Әсем қызымыз. Ақтөре мен Хамоның үйленбейтіні туралы желі қолданушылары бірнеше жылдан бері тіпті қосылайық жобасында зейнетке шығатынын, әлі де жобаға қайта келетіні жайлы айтып жүр. Ақтөре сонымен қатар Instagram парақшасында әйелдің қандай болуы керектігі туралы сторис жариялады. Яғни, әйелдің еркекке деген махаббаты туралы сторисінде жазылған сөздердің астын сызып кетті. Ақтөре мырза, естеріңізге сала кетейік. Ақтөре мен Әсемнің бір жылдық арақатынасында Әсем бірінші болып Ақтөреден бас тартқан болатын. Бірақ Ақтөренің қайта қосылуға ниеті сезіледі. Тіпті өткен жылдың жазында Әсем Ақтөренің үйіне келін болып түскен видеолары тарап кеткен болатын. Бірақ Ақтөре осы жайтты әзіл пранк деп жариялады. Ақтөре бойды сылтауратып тойды бірнеше рет тоқтатты. Бірақ Ақтөренің бойға қатысуы беделді, халықаралық чемпионат емес, жай ғана ұйымдастырушылар тарапынан ұйымдастырған бойлардың бірі ғана. Яғни оның республикалық немесе халықаралық статусы жоқ. Бұл Ақтөренің спорттағы мансабы әрине. Бірақ жеке өмірін спортпен араластыру, тіпті бойды сылтауратып сырғалым атанған қызға берген уәдесін қайталау Әсемді шаршатқан болар. Себебі Әсем сторисінде шаршадым деген сөздің астын сызып кетті. Біз Ақтөре мен Әсемнің қайта қосылуын қалаймыз. Екі жұп қайта қосылсын, той күтеміз.